Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, астына өтіп, тіркелу батырмасын басып қойыңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын творожный кекстің рецептісін ұсынатын боламын. Осы жолмен, осы әдіспен дайындасаңыздар, барлықтарыңыздың қолдарыңыздан бір дегенде келетін болады. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Мен алдын ала сүзбемді ситоға қойып қойған едім. Барлық артық суы ақ болғаннан кейін оны табаққа салатын боламын. Және жарты маргарин қосамын. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратып, сүзбеме тек сарысын қосамын. Жұмыртқаның ағына сәл-сәл тұз қосып, миксерлеп көпіретін боламын. Ең алдымен жай жылдамдықта, қатты жылдамдықты қоса отыра көбейтетін боламын. Осындай безеге дайындалған сияқты көпіремін. Өз қалпын ұстап тұруы қажет. Енді жұмыртқаның сарысы, сүзбе, маргарин бар табағыма шамамен 200 грамм қант қосамын. 200 грамм қант қосамын да миксерлейтін боламын. Барлығы біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай біркелкі болған кезде оның үстіне 10 грамм қорсытқыш салып, және де електен алдын ала өткізіп алған ұнымды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Және де осыған белогымызды қосатын боламыз. Енді осы жерде біз миксерлемейміз, тек қана осындай лопатканың көмегімен біркелкі етіп араластыратын боламыз. Осындай консистенция болу қажет. Яғни сұйық емес, кішкене осындай қою болады. Барлығын формамызға салып аламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Кекстарымыз жақсы көтерілді, дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Сол себепті осы әдіспен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.